Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында дайындалатын моцарелла ірімшігін көрсеткім келеді. Ең алдымен бізге сүт қажет. Сүт міндетті түрде таза, шикі және міндетті түрде табиғи қолдың сүті болуы керек. Дүкеннің сүттері болмайды, сиырдың немесе ешкінің сүті болуы шарт. Отқа қоямыз, цитодан 1 рет өткізіп аламыз, толықтай қайнатпаймыз. Егер сізде температура өлшейтін термометр болса, онда тіпті жақсы, 40 градус шамасына дейін апарамыз. Бұл біздің дене температурамыздан сәл ғана жоғары. Саусағымызды салған кезде 2-3 секунд аралығында шыдап тұратындай ыстық болуы қажет. Ысығаннан кейін отты өшіреміз. 2 ас қасық 9% уксус қажет. 15 секунд аралығында араластырып тұрамыз. Енді сүттен бөлек кібіртік масса жинала бастаған байқасаңыздар, үстіне тағы да 1 қасық уксус құямыз, араластырамыз. Уксус құйған сайын масса көбейе бастайды, бірақ уксусты бірден құймаймыз. Міндетті түрде бөліп құйғандарыңыз жөн. Менде 2 литр сүтке шамамен 4-5 қасық уксус құйдым. Байқасаңыздар, барлығын бірден құйған жоқпын, бөліп құйып тұрмын. Осылайша барлығын араластырып, бізде сары суға айналдырамыз. Не қараңыздар, менің суым сары болды, бүкіл масса бір жерге жинала бастайды. Енді ақ массаны дошылаққа салып, суын ағызамыз. Ақырын қысқылап жібереміз, су шыға бастайды. Қатты қыспаймыз, себебі моцарелла езіліп кетеді, ішінде су қалып қалуы мүмкін. Енді жаңағы қалған сары суды 60 градусқа дейін қыздырамыз. Қызып тұрған суға моцарелланы қайта саламыз. Астына жабысып қалмас үшін мен астында цито қойып қойдым. Видеода көріп тұрғандарыңызда моцарелланы сағыз секілді созып, өзімізге керекті пішінді жасап аламыз. Кібіртіктері кетіп, біркелкі массаға айналады, сонда өзімізге керекті пішінде айналдырып дайындап аламыз. Су әрине ыстық, бірақ шыдаңыздар. Осылайша өзімізге керекті пішінде жасап аламыз. Мен дастарханға қойғанға ыңғайлы болсын деп кішкентай дөңгелек пішіндерді жасап алдым. Егер де тұзды болғанын қаласаңыз, жаңағы сары суытамыз, үстіне көз мөлшерімен 1 қасық шамасында тұз салып, моцарелланы салып қоямыз. Немесе мұздай таза суға тұзды салып, 1-2 сағатқа қойып, 1-2 сағаттан кейін алып, бөлек контейнерге салып қойсаңыздар да болады.